Мен Файзуллаева Алтынай Абдуллақызы, Жаңақорған ауданы Аққым ауылы номері 221 жалпы орта білім беретін мектебінде бастауыш сынып мұғалімімін. Мен жаңа мектептің табалдырығын үлкен арман, асқақ мақсатпен аттаған жас маманмын. Бүгінгі таңда мен үшін ұстаздық деген сөз жай ғана мамандық емес, ол жауапкершілік, сенім және болашаққа салынған сара жол. Жаңа мектеп, жаңа мүмкіндіктер алаңы. Ал сол мүмкіндіктерді шәкірт жүрегіне жол тауып, білім мен тәрбиеге ұштастыру білу менің басты міндетім деп білемін. Менің заманауи білім беру әдістерін меңгеріп, сабағымды қызықты, мазмұнын әрі өмірмен байланысты етіп өткізуге талпынамын. Себебі бүгінгі оқушы ертеңгі ел тірегі. Менің ұстаздық жолдағы мақсатым тек білім беру емес, әр баланың бойындағы қабілетті ашу, өзіне деген сенімін нығайту және тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ету. Әр оқушының жүрегіне мейіріммен жол тауып, олардың арман мақсатына қанат бітіру мен үшін үлкен мәртебе. Алдағы уақытта өз білімімді үздіксіз жетілдіріп, кәсіби біліктілігімді арттырып, жаңашыл ұстаз болуды мақсат етемін. Шығармашыл, ізденімпаз, жаңалыққа құштар педагог ретінде шәкіртіме сапалы білім мен саналы тәрбие бергім келеді. Мен үшін ұстаздық жол бұл тынымсыз еңбекпен шексіз ізденіс жолы. Осы жолда табандылықпен еңбек етіп, білімді бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге өз үлесімді қосамын деп сенемін. Жаңа мектепке жаңа идея, жаңа серпін, жаңа ұстаздық рух алып келемін.